жандышын, ала бер халқыңның алғысын, аяулы ақ қанат ән құсын. Арулы сарайлы таңбысың, жамалың еріткен жандышын, ала бер халқыңның алғысын, аяулы ақ қанат ән құсын. Бүгінгі шаңырақты шаттыққа бөліп келіп отырған игі жақсылар, өздеріңізге белгілі жол мұраты жету, қыз мұраты кету. Қыз қылығымен тәрбиеленіп жатса, қыз ардақтағайын, жат жұрттық деп тегін айтылмаған. Бүгін ардақтағайын біздің Темірхан ағамыз бен Гауһар жеңгеміздің міне қызғалдақ гүлі
теңін тауып, балалық шағын соңына тастап, болашаққа қадам басқалы тұр. Сондықтан да ардақтың ағайын бүгінгі ордалық отбасына құда болғанша сұрасып, құда болғасын сыйласып кетеміз деп келіп отырған біздің Алталаштың кіндік қаласы, Қаралтынның құт мекені, Арқа төсі, Қарт жағар, Қарағанды қаласынан қожа елі бүгін ақ үміттерін арқалап, ұлы өсіп азамат болып, құлны өсіп қазанат болып, бір әулеттен қызын келін қылып аламыз деп ақ ниетпен келіп отыр. Құдаға деген құрметіміз болсын, Құдаға деген илтипатымыз болсын. Ардақты ағайын, мен жаңа құдаларды арнайы той төріне шақырам, кішкене бой көрсетіп, шапалақпен шашу шашып, құдаларымызды күтіп алайық. Жаңа құдалар түп-түгел той төріне салтанатты түрде шақырамыз, келіңіздер. Кішкене назар салыңыздар. Құда болғанша сұрас, құда болғандан соң сыйлас дейді. Міне, біздің 300-ден құралған қазақ болса, ардақты ағайын, ұлы жүзді ұлық дейтін болса, орта жүзді бел бала дейтін болса, кіші жүзді найзал ел дейтін болса, бұл кісілер сол 300-ге жатпайтын ислам дінінің әрбір жолын сақтайтын, кейбіреулер құда боламыз деп іздеп таппайтын, ардақты ағайын, жалпы арғы тегі пайғамбарымыздың ізін жалғастырушы араб қазіргі таңда біздің бүкіл Орта Азияға пайғамбарымыздан кейінгі ислам дінінің түтін түтеткен қожа елі қош келдіңіздер деп бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Енді құда кім, құдағи кім деген кішкене сұрақ туындайды. Киіз кімдікі, білек соныкі. Құдаларыңыздың әкесі, анасы, бауыры деп таныстыру үшін ең бірінші сіздердің күйеу балдарыңыздың әкесі мына тұрған арыстай азамат. Есімі Қалел, ұруы қожа, есімі Қалел. Бүгіннен бастап ошақтыға құда екеніңіз дәлел. Еркекті ер қылатында әйел, ел қылатында әйел. Ол заманда, бұл заман жерде жүрген Аққуды бірінші рет көрдім мен. Мына тұрған кісінің есімі Аққу, ардақты ағайын. Сіздердің қыздарыңыздың кемшілігін жасырып, жақсын асырып, келін қылып алатын кісі осы Қатырып. Бұл кісі, ардақты ағайын, 3 ұлы бар. Үлкен ұлды үйлендірген, ортанша ұл үйленем деп ниет қылып жүр. Кіші ұлы сіздердің қыздарыңызға көзі түсіп, бүгін құда болып келіп отқан құдаларыңыз Қалел. Енді қараңыздар, әке тұрып ұл сөйлегеннен сақта дейді. Мына тұрған 70-тен асып 80-дің сеңгіріне жақындаған арыстай азамат, Алаштың құрметті азаматы, Қарағанды облысының Ақсақалдар кеңесінің төрағасы, ардақты ағайын,
бір ұл, екі қыздың әкесі, құдаларыңыздың әкесі, есімі Қадыр. Жақсысын қызымыздың аты Асыр, кемшілігін жасыр. Айналайын әже, Қадырды бүгінгі тойда билеп-билеп Қадыр дегенге болады. Бұл кісі сіздердің құдаларыңыздың анасы, ардақты ағайын. Бір ұл, екі қыздың анасы, есімі Рахия. Рахия. Бақытты болсын жанұя, аман болсын жаныңыздағы қария. Пейіліңіз байқаймын Дария, түпәй-түпәй менің әжем Рахия. Рахия емес, қараңыздар, просто Мария. Екі қыз алға шықсын. Жанна, Белла атты атамның екі бірдей қос қанатты қос қызы бар. Көрініңіздер, көрініңіздер. Міне, құдаларымыздың қос қарындасы. Бүгінгі қуаныш иесі, ана тұрған кісілер, осы кісілердің шашбауын көтеріп келіп тұрған, төрімізде қан секілді қасқайып отыратын құдалар. Енді сіздердің құдаларыңыз. Аллаға шүкір, сіз секілді атамыз бар, атамыз бар. Рахымжан ата! Рахымжан ата! О, Құдайға шүкір, міне бізде де бар, норман жігіттер сізге ұқсамады. Ата, келіңіз бері. Ата, келіңіз. Қанбибі әже, Қанбибі әже, бірге келіңіз. Қол шеметтік қойайық, қол соғып, жақсылап. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Сіздің мамаңыз ба келешек? Сіздің мамаңыз ба? Аққудың мамасы ба? Әже үйірден бөлек не ағып жүр, шай жүрсін. Аққу құдағиларыңыздың мамасы екен. Бұл кісі неге шықты білдіңіздер ма? Мына жігіт шыққасын танысайын деп шықтарды. Бөлек. Солай ма? Бұл кісі мықты жігіт. Неге дейсіз ба? 17 перзенттің әкесі. 9 ұл. 6 қыздың әкесі. Оны қойыңызшы, Қазақстан Республикасына еңбек сіңген ұл-қыз туудан 17 дүркін чемпионка. Әркімнің сіз секілді анасы бар, анасының арқасы шүкір, ер азамат анасы бар. Осылар құлшылық ететін бір жаратқан Алласы бар. Біздің Аққуда жаман емес, тағы да 4 қыз туып алатын шамасы бар. Рахмет. Бұл кісі құдаларыңыздың анасы. Міне атамыз, осы әлбеттің қазынасы. Ал енді құданың бауыр еті баласы, сіздердің қыздарыңыздың, келіндеріңіздің әкесі. Мына жігіт танитындар бір шапалақпен шапан келістер. Есімі Темірхан. Ханға онша ұқсамай тұрсы темір дей берсем бола ма? Темір дей жегдеміз. Айналайын ағам темір. Байқай мінезіңіз емес жеңіл. Қолыңызда құдамын деген тең біл. Айналайын темір. Тобықтының қыздарының атында қылтимай енді кішкене семір. Еркекті ер қылатында бізден биік таудайсың, құдағи боп оттай боп лаулайсың. Аман болса темір ағам, еш жамандық таумайсың. Тұрысыңнан екеуіңнің айналайын, келін ененің топырағынан жарылады, бір-біріңнен аумайсың деп қойыншы. Бұл кісі сіздердің алға отырған болашақ келіндеріңіздің анасы. Есімі? Сіздің есім? Жауғар. Өзің атын өзің білмейтін қызды. Жоғы, бір жоқ істесіз, мен мұна кісіні айтып тұрмын ғой. Сіздің есіміңіз? Есімім Қанбибі. Қанбибі, қыз ұзатсаңыз келін ал дейді. Қанбибі, атамның жанында жұлдыздай жан дейді. Айналайын атам Қанбибіден өлгенше тек мейірімді ал дейді. Мына шал кетеріңіз күледі. Енді бұлай, келісіп алайық. Мен асабамын. Анау Жетісайдан
арнайы келіп отырмын, бірақ Алматыда мен ұстаған бір қара бала табылатын еді, әркімнің көңілі ауғаны. Мына киімімді 2 анекдот, 4 жұмақ өлеңімді пиғат етуге келген жоқпын. Менің 5 сағаттық жұмысым мына жігіттің бір өмірлік арманы. Сіздердің отырған отырыстарыңыз мына жігіттің бір өмірлік арманы. Сондықтан да қуанып, қорқып той істейтін заманға жеттік. Бірақ менің көзім жеткен нәрсе 40 жыл қырғын болса да қазақ бар жерде той бола береді екен. Неге? Есікті жап, светті сөндір, итті босат, құдасын кіргізіп алады, пожалуйста, той. Қазақ тойын бітіретін болса, мына мақалдарды шығармаушы еді, шаршасаң тойдан шаршады. Болмасам, тойын той қыласын деп мақал шығармайтын еді. Қазақ тойын бітіретін болса, өзбектің баласы қазақтың тойы бітпесін деп Әлишер өлең айтпайтын еді. Той бітпейді, ардақты ағайын. Мына елді әкім билейді, тойды ақын билейді, бәйгені тақым билейді, ағайын туысқан жақын билейді. Билік жасаудан Құдай сақтасын. Бірақ мен тойдың басшысы, мынау менің жұмыс жайым, менің офисім. Көп қосшыға бір басшы, менің офисіме қош келдіңіздер. Болатын нәрселерді айтайын. Бірінші болатын нәрселер. Маска тақпай отырсаңыздар болады. Рұқсатсыз дастарға мерзімдегі жеміс-жидекке қол созуларыңызға болады. Және көздеріңіздің қиығы түскен құдашаларды бір биге тартуға болады. Рұқсатсыз менің алдыма келіп, балаларға бата беріп кетулеріңізге болады. Ал болмайтын нәрселер, тойдың барысында кіріп шығуға болмайды. Тілек айтылып атқанда абыр-сабыр өзек айтуға болмайды. Біреудің желкесіне тұрып алып, дабай деуге болмайды. Стакан ұстап алып, және де біреудің әйелімен беруге болмайды. Келістік қой, асабаны қолдаймыз, хулиган болмаймыз деген кісілер қол соғып қошемет тақпай береді. Темір аға, айт дегеніңізді айттым мен балаларға. Ендігі жерде асықпай, саспай, теңімен, тезер, қабымен бірінші төртеуіңіз жүресіздер. Ата, құдаңыз жетектеңіз. Екеуі құрдас екен. Иә, бар емен. Енді сіз төртеуіңіз кетесіздер. Атын отырыңыздар. Әлі, қалғандарымыз бір қошемет шабалақтарыңыз. Thank you.
68 мың қалапты жаратқан, жоқтан бар жасайтын, барды жоқ қылатын. Жұдырықтай жүрек беріп, жұмырғасты пенде қылып жаратып, тек қана маған құлшылық етсін дейтін. Рахымы мол, мейірімі шексіз, мақтауға лайықты, әлемдердің Раббысы бір Алланың атымен бүгінгі шайқалмаған шаңырақ астында өткелі тұрған тойды бастауға мұрша бергейсіздер. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Жиналған соң үлкен кіші қарттарыңмен өмір сүріп келеміз Алла берген шапағатпен. Жастарымыз бір-біріне назары түсті, сүйіп қосылатын махаббатпен. Ассалаумағалейкум деп тұрмын ғой, еш болмаса уағалейкум ассалам деңіздерші шапалақпен. Мен параққа қарап бастайын, сіздер тамаққа қарап бастаңыздар. Ардақты ағайын, бүгінгі Темір аға менің қабатыма келіп тұрмыз. Ошақты елі, Әлиевтер әулеті, Рахымжан ағам мен Қамбибі әжемнің отбасы бүгінгі Темірхан ағам мен Гауһар ағамның шаңырағы шаттыққа бөленіп отыр. Неге десеңіздер, ардақты ағайын, қыз дегенің жат жұрттық, өз еліне қонақ еген қыз деген деп тегін айтпаған. Қыз бала қай елге, қай жерге, қандай ұлтқа тұрмысқа шықса да, ұйықтап жатып түсінде жаман түс көрсе, оянған кезде қорқып үрейленіп отырса да, қош құрысын, не болса да төркінімнен әрмен кетсін деп ниет ететін қыз деген ардақты ағайын. Ертең жұмақтың табалдырығына табан тіреп тұратын кім? Ұл емес, қыз екен, атанам кірмегенше кірмеймін деп. Қызды батыр қылып сол үшін жаратқан. Қыз дегенің гүл секілді екен. Неге? Гүл секілді ашылады, сұлу болып тұрған кезде бір азаматтың көзіне ілігетті, қолынан ұстап кете барады. Әрбір қыз, әрбір осында отырған аналарымыз біледі, ары кетсе 25 жыл өз үйінде 25 жыл жүреді. Қалған өмірі өзге шаңырақты өндіреді, сол әулетті өрбітеді ардақты ағайын. Бүгінгі 300-дің басын жиып, ұл қызы үшін жаны күйіп, тапқанын дастарханға үйіп, басымызды мына бір зәулет сарайға жиып, айрандай ұйып, ұлым үшін биікке де шығармын, қызым үшін биіктен де құлармын. Ей жігіттер, қыздың қадірін, қызың болғанда ұғарсың деп, ұлан асыр, дүрбелек дүниені, дүбірлігі тойға айналдырып атқан Темірхан ағамның той боласын деп бір қошемет. Алматы, Қарағанды, Шымкент тұсаған облыстың әкімі 570 ең қымбат джиптің арқасында әйелінің иығына қолын тастап қойып, тойдан келе жатқан ұқсайды дейді. Сонда ана жүргізуші водитель заправкаға тоқтайды, кассаға жүгіріп водитель кетеді, сыртта ана заправканың пистолетін бір үлкен кісі бакке салып қойып, жаурап жасына тоңып, қалт-қалт етіп, ана пистолетті ұстап тұрған көрінеді. Сонда машинаның іші қараңғы ғой, көрінбейді. Ішінде отырған әйелі күйеуінің иығынан тұрды. Отағасы, ана сырттан тұрған еркекті танисың ба дейді. Бір облыстың әкімі ана еркекті қайдан таниды, простой қазақты? Жоқ, танымаймын дейді. Сонда әйел айтқан екен күйеуіне, әкімге: отағасы, танымасаңыз танып алыңыз, мен сүйген, мен жақсы көрген ең алғашқы махаббатым осы кісі деген екен. Сонда әкім аларып қарап тұрып әйеліне: сен соған тигенде заправщиктің әйелі болып жүреді екенсің да, десе, жоқ, қателеспеңіз отағасы. Егер мен оған тигенде, ол әкім болып жүрер еді деп айтады дейді. Бұл сөз не үшін айтып отырмын? Жігітке 3 бақ кеп қонады екен, соның біреуі әйелінен кеп қона береді екен. Соның бір дәлелі, алтата орта жүздің баласының ішінде арғына аға бала дейтін болса, оның ішінде тобықты десе, көзімізге кім елестейді? Әрине, қазақтың бас ақыны Абай бабамыз елестейді. Тұрысы жақсылардың тұрысындай, сөздері ұлылардың ұлысындай. Гауһар жеңешемді шақырайыншы, мен айтып отқан алтынның сынығындай деп отырмын.
ішінде бір бидай. Мына қылтиған қара жігіт Абай есімі. Ағамыздың бір ұл бір қызы бар, құдалар. Міне сіздердің Абайдың түтін түтететін азаматтары. Бұл жігіттің есімі Абай. Қалың қалай? Үйлен енді далай. Әке шешең атаңа ұқсап болып кететін болды ғой Абай. Мың қыздың арманысың. Құдай қаласа бір қыздың жан-жары бол. Сендей ұл бола бермейді әркімде де, мынандай той бола бермейді әркімде де. Тұрысыңнан Абай бауырым айналайын, ұқсап тұрған осы Алматыдағы әкімдерге. Және де сол айтарым сол, мына тұрған екі азаматтың кішкентай ордалы отбасының арманын желге ұшырып жермей тойды мына осылай өткізіп ардақтаған. Жалғыздың шаңы шықпайды дейді, менің қолымнан ештеңе келмейді, мен бұлбұлдай сайрағанмен тыңдаушы құлақ болмаса, менің де құным бес дейді. Арақсыз той, халал той, Құдайға шүкір, бәрі халал. Бәрі халал. Біреу айтады өткенде, не сонда менің тойым не дейді. Сіздікі де халал деймді, бірақ арақ ардың ажалы, ақшаның тажалы, жақсылық пен жанға төбелестің арқасы. Бүгінгі тойда бұлай, ішкендеріңіз кола болсын, заманға сай қалталарыңыз тола болсын. Одан да ішкендеріңіз сот болсын, проблемаларыңыз жоқ болсын. Одан да ішкендеріңіз минерал болсын, немерелеріңіз генерал болсын. Одан да ішкендеріңіз шай болсын, көңілдеріңіз ошақтың тойына жай болсын. Одан да ішкендеріңіз қымыз болсын, үйлеріңіз тола ұл-қыз болсын. Тағы не бар? Одан да ішкендеріңіз спрайт, одан да бір нәтижені іс қылайық. Одан да ішкендеріңіз пепси болсын, мінгендеріңіз салафаны мен некси болсын. Одан да ішкендеріңіз қымыз болсын, үйлеріңіз тола ұл-қыз болсын. Одан да жегендеріңіз банан болсын, әрқайсыларыңызда 50-100 жақ немере шөбере балам болсын. Одан да жегендеріңіз алма, қазағым, қатардан қалма, тұрғанша дүние тұра бер, ешқашанда талма дегім деп отыр. Той боласыңдар. Бір естен береді, суретке түсіріп ал. Темір аға, кішкене күліп түсіп сүйретті. Сіз қуғыншыға келген адам ұқсап болдыңыз. Көп сөйлеп созбай, әдептен озбай, ардақтағайын. Бүгінгі күніміздің шуағы, түніміздің жарық жұлдызы, сіздердің келмес қыздарыңыз, өзге елдің босағасын өндіретін алтын құрсақты батырана болам деп, балалық шағын соңына тастап, болашаққа қадам басқалы тұрған Нұржанат қызымызды салтанатты түрде той төріне алдырамыз ардақтағайын. Нұржанат қызымызды. Амандасу әзбасы әлемдердің. Қазақ дейтін халқым бар өнерге бай, ән, күйі, дәстүр мен жанымдермін. Ерлері еңкейіне қол беретін, аруы бейлеп, сәлем бердіп, барша осы әулеттің үлкендеріне, ағайын туғандарына басымдайып, сәлемді берейін. Бүгінгі күн дегенде, бүгінгі күн, салды қайда жаңғырар бұрынғылың. Ер жеткен емес пе ұлың бүгін, бой жеткен емес пе гүлің бүгін. Екеуі, екі елдің басын қосты, желбіреп бақыт дейтін, туын бүгдеп неге бүгінге Нұржанаттай қызымызды, аялы лақанымызды ұзаққа отымыз. Ендеше қызымыздың ата-анасының рұқсатын алып, қолын сұрға келіп тұрған азаматты барлығымызда көруге асық болып тұрғандарыңыздан. Ендеше мінеке осы әулетке келіп тұрған күйеу жігітімізді, әрине сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ортамызға қарсы алайық. Қошеметтеріңіз болсын, құрметті ағайын. Күйеу жігіт келеді.
қиыласың. Жарыңды анаңдай қып сыйлай білгін, сонда сен ер боларсың, сыйбасың. Мінеки құрметті ағайын, ортамызға келіп тұрған күйеу жұртымыздың есімі Саназар болады таңсыз сәлемін қабыл алыңыздар. Күйеу жұртымыз осы келмейтін өзінің болашақ енесіне деген гүл шоқтары бар екен. Жалпы күйеу жігіт, сіз өзіңіздің болашақ енеңізді танисыз ба? Танысаңыз, мінеки осындай зәулім сарайды жүгіріп жүріп тауып алып, өзіңіздің әп-әдемі гүл шоқтарыңызды ұсынуға рұқсат. Қошеметтер болыңыздар, құрметті ағайын. Шоқтарын ұсынуда қошеметте отырыңыздаршы кәнеки. Бәрекелді, толқындар теміректен назалы, ертең баққа бөлейтін құдаларды. Ал ендеше қызымызды қарсы алайық, тәрбиелі, ай мінезді күн ажарлы. Мінеки құрметті ағайын, ортамызға Нұржанаттай әдемі сұлу қызымызды алып келіп отырмыз. Құрмет, қошеметтеріңіз болсыншы қызымызға деген. Құрметті күйеу жігіт, өзіңіздің әп-әдемі гүл шоқтарыңызды Нұржанаттай сұлу қызымызға табыс етіп, маңдайынан иіскеп, сүйіп қасына тұруыңызға рұқсат. Қошеметтеп отырыңыздар, құрметті ағайын.
аққудың жалындаған жүрегі. Бағын қолға ұстатқан баласынбай, бұл қазақтың көңілі даласындай. Бұл қазақта ел жоқ қой, той жасаған құдай-ау жер мен көктің арасындай. Әрбір жанның басынан бақыт таймасын, той бітпесін ағайын дәл осындай. Тойларыңыз құтты болсын. Рахмет. Қаракөз қарындасым, күйеу бала тфайт атылып түсіп, жаяулы жатып қарайтын көрікті жігіт екен. Bir ауыз сұрақ қойсам болады ма? Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Есіміңіз? Санназар. Санназар. Біздің қызға салып жүр көп назар. Алматыда ошақ елінде жайша жүрсіз ба? Жоқ, әрине. Ошай келіп, үй болуға келдім. Үй болуға келдім дейді. Bir болса қошемейді. Екі мақал айтам, өмір бақи ұмытпа. Bir ағам айтқан еді деп жүр. Сол екі мақал есімнен шықпаса, шаңырақ ешқашан шайқалмайды. Bir әйелді жеңгенің әлемді жеңгені. Әйел тыныш, әлем тыныш. Әйелдерді жаман деп тұрғаным емес, қолымыздан келсе біз еркектер неге әжем құсап 17 тумаймыз? Алладан кейін әлемде әр беретін ол әйел. Пайғамбарымыз адамзаттың асылы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан 15 шақты сахаба тұрып, арасында біреу сұраған екен: "Ей адамзаттың асылы, ең мықты мұсылман еркекті қалай сөйлетіп бересіз?" деген кезде, ол әйелін анасындай құрметтеп, қарындасындай жақсы көріп, және де өзінің әпкесіндей аялайтын еркек нағыз мұсылман деген екен. Бұл сенің болашақ бала-шағаңның анасы, бір елдің қызы, ал туысқан менмін деген еркектің алдында ауласы, артында әйелі тұрады. Туысқандар пәленше аман болсын, Қанназар аман болсын, бұл жай бадауи тілеулес олар. Сондықтан да басында қылтиған қара қыз өмір бақи қасында болсын. Сіздермен бірге қыздарыңызды көркі сайқылып, ептеп еңсесін көтеріп ортаға алып шыққан Нұр Сәуле шоу театры. Bir болса қошеметтеп қойыңыздар. Және де бір хабарландыру асаба ретінде. Әлхамдулилlah мұсылманбыз, бәріміз қазақпыз. Біз қазақ қызды құрметтейтін қазақпыз, дұрыс па? Қыздарыңыз, қарындастарыңыз үйге қыдырып келсе, біз төрден орын беретін қазақпыз. Қыз ешқашан төменде отырмаған, және де төртінде келіп, ол қақшып ешқашан тұрмаған. Сондықтан да бүгінгі ұзатылу той көріп жүрсіздер. Үлкен кіші тілек айтып атқанда, ұзатылып атқан қыз былай тұрады сарғай. Ардақтағайын, Нұржаны, бүгін ата-ананың разылығы үшін тұруға рұқсат, ал қалған кезде тек қана отырасың. Өйткені сен төртінің төртінде тұрсың. Ертең свадьбада 10 сағат тұрсаң да бізге бәрібір. Келістік па? Bir жастардың шаңырағы шайқалмасын, жаманшылық байқалмасын. Келесі жылы осы уақытта маңдайы торсықтай немере дүниеге келіп айғайласын, іргесі ілімге, бұрышы бақытқа, қуысы қуанышқа толсын деген кісілер. Қол соғып қошеметтеп қояйық. Тойдың томағасын шештірейін, тойдың түндігін көтердейін. Әлхамдулилlah мұсылманбыз, ардақты ағайын, қарызы бар елдің қазынасы бар дейді. Біз тойға келгеннен кейін қазақтың тойына вирус түскеніне 10 жыл болды. Біз асабамыз ғой. Алло, сәлеметсіз бе, сәлеметсіз. Асабасыз ба, асабамын. Так, айтыңызшы, қандай ойындарыңыз бар дейді. Мен дәл сөйлеспеймін, телефонды қойып қоямын. 2 минуттан кейін қайтыңыз дейді, что-то үзіліп кетті ме? Жоқ, үзілген жоқ, мен қойып қойдым. Сіз неге менен бірінші сұрамайсыз? Қалай тойыңды жүргізесің, қалай бет ашасың, құдама қай кезде құйрық бауыр асатасың, сіз менен ойын сұрап жатырсыз. Ойын ойнататын, әшейін ойынмен өтетін тойын жүргізетін адам керек болса, серіктің адресін айтайын, бір Сайқазақ тауып аласыз деймін да. Соны айтпақшы, біз ойынмен, ішкен жегенмен өсіп өлмейміз. Біз батамен, біз дұғамен өсіп өлеміз.
көбірек сұрап, көбірек іштен дұға жасап отырыңыздар, ордалы отбасы болсын деп. Соның бір дәлелі ретінде бүгінгі қарыз бар елдің қазынасы бар, қары білгенді бәрі білмейді дейді. Мен тойдың түндігін аштырайын. Қазір ғана алдыларыңызда таныстырып өткен Ошақты елінің 15 шақты перзентінің әкесі Алып Тұлға ардақтағайын, мен ортаға Рахымжан атамды шақырамын. Және де осы кісілермен бірге ел ағасы Асқартау ағамыз, Уалихан ағамыз, Рахымжан ағамыздың ағасының баласы ардақтағайын. Кішірек жасы кіші болғанмен жолы өте үлкен азамат. Осы кісілермен бірге бүгінгі ең үлкен ағамыздың бірі Абыл, ортадан табыл, тойда ашып абыл, бір шабанды жамыл деп отыр. Бой көрсетіп, мына ел алдына келіңіздер, келіңіздер. Allah'ım mıқты қылсын ебіңізді, кетірмесін жаныңызда қан бейбідей теңіңді. Біз ұзаттық қожалар алғары отыр қызды келін қылып. Ардақтағайын, атамның келе жатқан байқадыңыздар ма? Алатау қозғалып келе жатқан секілді. Ардақтағайын, міне бүгінгі ұйытқы, бүгінгі қарымыз біздің атамыздан тілек. Красавчик, не айтатын өз біледі. Бастай берсеңізші, қай жылғысыз? Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын жеңдер. Мұла бүгін құлақыраса мен немере қызым менен күйеу баламын бас қосайын деп той болғаннан екен. Құлай тойларының құтты болсын. Елдің аманшылығы болсын, ағайын жеңдер түгел болсын. Халық жақсы болсын мен. Әрқашан елге де балашаға ағайын деген тұманда жақсылық тілеймін. Рахмет. Мына шапалақ сіздердің соғылып жатыр. Дегеніңіз болсын. Ортамызда ауырмай, орныңыз жоғалмай жүре беріңіз. Асабаның жұмысы 2 айлықта 4 жұма өлеңін айтып етуіміз. Асаба 2 ел бір-біріне таныстыратын кішкене дәнекер адам. Осы кісінің ағасының баласы, ата баласы, мына тұрған 2 қақпақтай, жұдырғы тоқпақтай болып тұрған ағамыздың есімі Уалихан, осы әулеттің жанашыры. Уалихан ағамнан тілек, жарылсын жүрек, көтерілсін білек. Ағам не айтатын өз біледі. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған көпшілік. Той барлықтарына құтты болсын. Мынау Қарағанды елі менен біздің Алматы елінің қаласының екеуінің арасына алтын көпір салып отқан мынау қызымыз бен күйеу баламыз Құда қаласа бақытты болсын. Дендері сау болып өсіп көбейе берсін. Мына төрге шыққан қожа құдалар төрге шыққандарыңыз құтты бола берсін. Не айтамыз мынау тойға жиналған барлықтарыңыз өнеріңіздер. Тек қана той болсын, жақсылық болсын. Мына әлемізден келінімізге айтарымыз, мына тойларымыз құтты бола берсін. Тағы да кешелер айтылып жатыр барлық тілектер. Барлық тілектер айтылып жатыр. Сол тілектің бәріне қосыламыз, тойларымыз той болса берсін. Сол. Той ашық деп айтамыз қазір, асықпаңыз. Атамды ұмытып қойып етсіз жаңа. Мына шапалақ сізге соғылып жатыр. Мына тұрған арыстай азамат
Мылқаудың тілін әжесі білет демекші, бұл кісі де қожа құдалар. Есімі Абыл. Бір-екі ауыз тілек айтқаныңыз мақұл. Пайғамбарымыздың ізін алған жерді көзбен көріп қайтқан, маңдайда жұлдызы жанып қайтқан, қажылыққа барып мол сауапты алып қайтқан, ардақтаған қажы, бұл дегенің бақыт қой, болып жатыр анық той. Иман жүзіне тақуа деп құрмет қылатын қазақ деген халық қой. Аға, қажылығыңыз маған да жұмысты болсын, бисмиллах деп арқамнан бір қағып қой дегенге ойлаймын. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиылған көпшілік. Мен енді Темірханның досымын. Бұл достығымызға себепші болып жатқан Рахымжан көкеміз. Осыдан жарты ғасыр бұрын біздің өзіміз ел аралас, той қоралас елде тұрғанбыз. Бұл кісі біздің үйге шаңыраққа келіп, армандаған екен. Осы кісілердің балдарымен біздің балдарымыз дос болса екен, бірге замандас болса екен, аралас екен деп. Осы тілегін Алла қабыл етіп, біздерді Құдай дос қылған. Енді Құдай қаласа өміріміздің соңына дейін мәңгі дос болуды жазсын, қияметте де, ақыретте де бірге болуды жазсын дейміз. Мынау Темеке жасап жатқан тойымыз құтты болсын. Нұржанатымыз, Саназарымыз бақытты болсын. Тегін тапса, тегін бер деген мақал бар ғой, сондықтан екеуі бір-біріне лайық болып тұр. Дендері сау болсын, отбасылары аман болсын, Құдай қаласа келесі жылы шілдехана тойларында болайық. Осылардың жанұя болып кетуіне бар септігімізді тигізейік. Тілеулеспін. Осы той баршамызға жұғысты болсын. Әрине, қарттарымыз аман болсын, үлкендеріміз аман болсын, мына еліміздегі дертіміз ертерек кетсін, деніміз сау болсын, жұртымыз тыныш болып осындай бақытты өмір кешуді баршамызға жазсын. Рахмет. Құптайды. Қалайша айтып тұрмасын ұқпайды. Бір нәрсеге мен кәміл сеніммін. Қазығарда жалжая жеп жүрген қазақтарға атым өшкен коронавирус жұқпайды деген. Енді бұлай, атамыздың иығына шапан, Абыл ағамызға шапан, Уалихан ағамызға шапан. Тойдан тоғылдай. Киіп алыңыз сөйлеткен сөзді, аға шапан қайда сізде? Киіп алыңыздар, сөйлеткен сөзді. Киіп алыңыз. Жақындаңыз. Сіз ана жігітіңіздің алдында тұрыңыз, қайнағасының алдында тұрып алып. Ай, рахмет. Рахмет, өмірлеріңіз өрлеп, өздеріңіз төрлеп жүре беріңіздер. Ас адамның арқауы, ас атасынан наннан үлкен ас жоқ. Бірақ қазақтар ет жемегенше еңсесін көтермейтін қазақ қой. Етіміз керемет майлы, ас қазанға жайлы. Қызымды ұзатам деп темір кеше сойып тастады, семіз жабағы тайды. Ендеше ет жеп отыр еді, езуден ағызып тамызып майды. Алатаудың жүрегінің үстінде жайғасқан, Мұзтау мейрамханасының аспазшылары дайындаған қазақтың ұлығасы етіміз жайғастырып олай.
келіп отырыңыздар. Алды қазақтың басы қосылса, дүрбелең дүниені дүбірлі тойға айналдыратын қазақпыз. Әр қазақтың қуанышында күміс көмей әншісі, мың бұралған бишісі, азу айға білеген асабалары жүрері хақ ардақты ағайын. Соның бір дәлелі ретінде біз тойдың алғашқы әніне кезек берген отырмыз. Алталаштың сахнасының сұлуы, қазақтың кербез қызы, сегіз қырлы, бір сырлы, бір тұлғалы азаматшы ардақты ағайын. Бүгінгі мерекелік кешімізге арнайы өнер паш етемек келіп отырған қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, қазақтың кербез қызы Наркенже қыздарыңыз бүгінгі тойымыздың төрінде ардақты ағайын. Наркенже қыздарыңыз тойдың алғашқы әнін сахнада. Allah sizlerге razı болсын. Ұлдыздарыңызға разы болғаннан кейін осындай керемет той жасап беріп жатқан шығарсыз. Бейжігіт ағамыздың әніне жазылған Ризамын деген керемет әнді сіздердің құрметтеріңізге тарту етеміз. Осындағы аталар мен әжелердің құрметіне, ағалар мен әпкелердің, жеңселер мен жеңгелердің құрметіне Ризамын деген керемет әнді сіздердің құрметтеріңізге тарту етеміз. Мен сіздерге ризамын. Алла разы болсын сіздерге. Sana
Nargen Cekke. Екі минут уақыт бөліңізші. Мына шапалақ сізге арналып соғылған. Алладан жақсылықты күткен қыз. Кім той жасаса, бір звонок жасаса, жұмысын тастап келген қыз. Наргенжедей қыздарыңызға қол соғып қошеметтеп қойыңыздар, қазақтың маңдайына біткен қыз. Рахмет. Рахмет. Байқадыңыздар ма, теледидардан сұлу екен негізі. Ал ардақтағай, атымыз аталмады, есіміміз еленбеді деп отырып қалмаңыздар. Туыстық деңгейлеріңізді мен тосқа шақырамын. Мысалға, Темірханның нағашылары дегенде 7 жастан 70 жасқа дейін ортаға келесіздер. Гаухар жеңгемнің нағашылары дегенде атымыз аталмады демейсіздер. Сіздер де түп-түгел той төріне келесіздер. Және де Нұржанаттың нағашылары дегенде сіздер де атымыз аталмай қалды деп отырып қалмаңыздар. Өйткені алдыға 15 минут қалғанда мына тойхана әкімшілігінің басшылары біз бір кішкене договорға отырдық, тойхананы босатып беруіміз керек екен. Бір-бірімізге зиянымыз тимесін. Қазақтың ақыны, бас ақыны Абай не деп кетті? Сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел деп шыршыр етіп кетті. Ясин сүресін оқып, 1000 әскерді немістің қоршауынан Ленинградта аман есен алып шыққан Бауыржан бабамыз не деп кетті? Тәртіпке бағынған құл болмас деді ардақтағай. Осы мәселелерді еске ала отырып, аттарыңызды атап, есіктеріңізді делеп, түрлеріңізді түстемей ақ қояйын. Қысқасы туыстық деңгейлеріңізбен шақырам, бой көрсетіп билеп демесеңіздер, біз Темір екеуміз қабылдамаймыз. Қысқасы Темір ағамның нағашылары, Гаухар жеңгемнің нағашылары, Нұржанаттың нағашылары түп-түгел той төріне бой көрсетіп билеп шығамыз. Келіңіздер, келіңіздер. Билеп шығамыз. Сәлеметсіздер. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Мен сіздерді билеп шығады екен көйлеп тұрсам, бір конверт ұстап алып кредит төлейтін кісілер ұқсап келе жатырсыздар. Ал ардақтағай, кішкене назар салып отырайық. Ортаға бір қадам алға тастап шығыңыздар. Темір ағамның нағашылары. 400 мыңдай халқы бар, жоғалмаған салты бар, қара жерден әппақ қылып мақталатын нәрі бар, үлкені бар, кішісі бар, кәрі бар. Жетісайдан ағам келіп тұр, Жетісайда жоқ нәрсенің бәрі бар ардақтар. Бұл кісі Темір ағамның нағашы, есімі Ердалы. Ұруы Арғын. О, арғындар, ардығындар. Абылайханның етегінен ұстап, жоңғарға қарсы бардыңдар, тауды да қақ жардыңдар, іштеріңде Абай деген дарың бар.
Арғынның бір жігіті ортаға шықты, қос қолды шапалақ қып қағыңдар. Рахмет. Ал брат, атушы мақтады, мен позорымай нормально екен. Ассалаумағалейкум, жамағат тойға жиналған. Рахымжан жерде қалбиге әпке, тойлар құтты болсын ау. Дендерің сау, отбасы аман болсын. 16 баланың атасыз ата. Келді, біз сізден мақтанайық бірінші. Ал одан кейін айтатын болсақ, Құда қаласа мына тойдың егесі, әр қазақтың баласы темірге қалмар. Темірхан Гауһар, тойларыңыз құтты болсын. Мына Гүлзараттың барған жерде бақытын ашсын. Мына қожа елмен құда болып отырсыздар. Қожа елдің жартысы менің жердемеген. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құдашалар. Қашанда сіздермен жақсы күнде кездесейік. Мына темекенің жайған дастархан әрқашан сіздерге жайылсын, достарына жайылсын. Той деп келіңіздер, той деп барайық. Мына темекенің салған өзіне не дейді, үйі құтты болсын, келіп атырмыз, жерінің шаңырағын көріп Құда қаласа. Біз сіздермен бірге мақтанайық. Сіздер бізбен мақтанып, қазақ ел аман болсын, Құда қаласа. Дендеріңіз сау, отбасы аман болсын, жастарымыз бақытты болсын барған жерінде. Баянды болсын. Рахмет. Аға тілегіңіз қабыл болсын. Бүгін жиеннің үйіндегі той, ертең сіздің үйіңізде болсын, Құдай қаласа. Неге дейсіз ба? Қуанышты көрсең, қуанышың көп болады дейді. Сіздің үйдегі жеңгей ма? Есімі? Нағима. Нағима. Жұрттың бәрі танима. Тілек айтса Нағима. Бойымызға дарима. Нағима жеңшем ағамның қолынан ұстап, 100-ге дейін қарима деп отырмыз. Ағама қосыласыз ба? Қосыламын. Неге дейсіз ба? Өйткені Құдай қосып қойған сіздерді. Міне бір үйден бір кісі, мына отырған екі анамыз. Мына кісі құдалар, әже бір тұрыңшы көйлегіңізді көрсін аналар. Мына отырған кісі құдалар, сіздердің құдағиларыңыз Гауһардың мамасы. Есімі? Амангүл. Амангүл. Аллаға шүкір, дұғасының арқасында ұл қыздары аман жүр. Мына отырған кісі ағысыныңыз ба? Есімі әженің? Нұрбибі. Нұрбибі. Анау бір-екі шал Нұрбибіге орнынан тұр дейді. Ал, Маған қарайтыны бар ма екен ішінде? Құдай-ау, апамнан жездем асып түседі деген осы ғой міне. Қарайды, қаратпаса қаратамыз. Енді екеумізден басқа мына жерде нормальный қыз көрмей тұрып тосты бастайды. Сізден үлкені ма? Нұрбибі әжемнен тілек. Маң-маң басып аяқты, сүйеніп алып таяқты. Әжем менің келіп тұр, періштелер сияқты. Рахмет. Мақтауды келістіреді екенсің. Ал, айналайын келген ағайын туыс Құда жекжат. Тойға келген қуанышты бөлісуге келген барлықтарыңа денсаулық тілеймін біріншіден. Құдалар, мына төрде отырып, біздің төрімізден орын алған келген аяқтарыңыз бізге құт болсын. Және өздеріңізге де құтты қылсын Құдай. Мына жастарымыздың өмірі ұзақ, бақытты өмір сүруін тілейміз. Алла осы шаңырақтары биік, босағалары берік, керегелері кең болып өніп өссін. Алла соның қызығын көруді, мынау перзенттерінің қызығын көрсін. Гауһар менен айналайын. Темірханжан, қызығын көріңдер, тойын тойға ұлассын. Енді Алланың денсаулығының арқасында бізде міне тойларыңды келіп қызықтап отырмыз. Барлық тілегіміз, барлық жүрегімізбенен сендердің аманшылықтарыңды тілейміз, бақыттарыңды тілейміз. Айналайын, аман болыңдар, тойын тойға ұласа берсін жаным. Аман болыңдар. Аналық сезім, жан сезім, жанына жылу құятын. Аналық сезім, бақ сезім, қанатының астына жиятын. Көріп отырсыздар ғой ұл қыздың рахатқа толған ұясын. Кезіңіз болсын әже, 100-ге келіп той жасап, мына көпті жиятын. Жалғанды жалпағынан басып, талтаң етіп жүргеніміз бірінші Алла, екінші аналардың арқасы. Ардақты ағайын,
ана тұрып тілек айтқан жерден Алланың құзырына дейін жұқа перде де кедергі бола алмайды екен. Тез дұғасы қабыл болады екен. Сонсын жаны қиналған мүсәпірдің, жаны зәбір көрген мүсәпірдің де дұғасы тез қабыл болады екен. Көбірек дұға жасаңыздар, иншаллах қабыл болады. Әрмен қарап, әже, бұл кісі Нұржанаттың міне күйеуінің, әкесінің, қайнатасының, әйелінің мамасы. Бұл кісі Темір ағамыздың қайын енесі. Орысшалап айтсам теща, қазақша тілмен айтар болсам ақ мамасы. Мен отыра бересің, Шыңғысханның кемпірі, сен тұрсаңшы. Айналайын, қалада рахмет. Қатты мақтау жүрдім бізге. Құданың атын айтамайым енді бұрынғы жолменен. Құдағи, мына немерелеріңіздің тойы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Гауһаржан, Темірхан, мына қос құлының тойы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Нұржанаттың барған жерінде бағын ашып, еліне елеулі, халқына қалаулы. Осы жаңағы айтып отыр ғой енді жаңағы кімнің Гауһардың нағашы тобықты деп тобықтының жиеніндей болып ошақла менің жиеніндей болып солардың бәрінің атағын шығарып жақсы келін болайын алайын. Өсіп өн, өзіңнен өзің көбей, ата-анаңа мейірімді бол. Екі жаққа үйге бала құтты болсын, сіздерге келін құтты болсын құдалар. Өмір жасы ұзақ денбері сау болсын. Екі ұл төрт қыздың анасы, сол төрт қыздың біреуі сіздердің құдағиларыңыз. Бәрі біздің әжемізге шынжет апай деген, кешкі 16 не деген апай деген. Ал ардақтағай, мына тұрған кісілер, бұл Темірдің емес, Нұржанаттың емес, бұл кісі Гауһар жеңгеміздің нағашылары. Солай ғой, әлхамдулилля мұсылманбыз. Құлақтарыңыз алтын сырға, сіздерге қатты жоқ, құлақтарыңыз алтын сырға. Ислам дінінде әйелдердің аз сөйлеген сауап болады екен. Әйел аз сөйлесе, күйеуі қартаймайды екен. Айта қойыңыз. Көпшілік, құдағилар, мына тойларымыз құтты болсын. Темірхан Гауһар қазанның ұзату тойы құтты болсын, дені сау болсын, тек қана тойларда кездесіп жүрейік. Әрқашанда тойымыз той қаласын, жастарымыз бақытты болсын, заманымыз тыныш болсын, сіз біздесіп, әрқашанда тойда жүре берейік. Ой, рахмет. Гауһар жеңгеміздің нағашы. Сіз нағашы жеңгесі боласыз ба? Әпшесі ма? Үш қызсыздар ма? Келе қойыңыз. Болды ма? Көңіліңіз толды ма? Қосыламын дейді, одан тыныш қол ашып отырамын дейді, жарайды. Енді біздің Нұржанаттың қазығынан атан түйе нары мен жылқысын байлайтын нағашылардың үлкеннің бірі міне Алыстай ағамыз. Есімі? Мамырхан ағамыздан тілек. Жақсы рахмет. Құрметті көпшілік, құрметті жаңа құдалар, қожа елінен екенсі қуанып жатырмыз, ақсүйектенді. Мынауында екі жасымыз Нұржан қызымызбен балдарымыз өмірлік үлкен өмірге қол сасып бас қосуға, бір ата-ананың батасын алып, елдің батасын алып, үлкен жолға аттанып отырған құдағаса қадамдары оң болсын, мына дендері сау болып, екеуі өмірлік жұп тәтті өмір сүрсін, ірім тұтап жалғастырсын. Мына біздің қарындасымыз Гауһар мен Темірханның күйеуіміз, міне бұлардың алғашқы қуанышы, құда қаласа қаптың аузы ашылды, енді ары қарай той жалғаса береді. Міне мынау сіздерге жалпы айтарым енді мынау осыда естіп айтатын жастар мынау құдағиларыңыздың нағашы тобықты жұрттар жаңағы кімде тамадада бір-екі қайда абайды айта бергенде ішіміз дұрыс көріп жатырмыз. Бұланда абайдың
дәріптеп бас ақын деп те жатқан кезінде соны айтып жатса қабағып абайдың өзі айтқан қазақтың салт дәстүрімен ұзатылып отыр ғой. Оның өзі айтқан күйеу келтір, қыз ұзат тойыңды қыл дейді. Мен соның жолымен айтқан үрдісімен келінді бастап жатыр. Қарындас күйеу бола. Одан кейін бір сөзі өмірге адамның үш асыл қасиет болады екен. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Абайдың сөзі сол бойларынан табылсын. Бұл барлықтарыңыз бойларынан табылсын тілеймін. Енді мынау тек сізге құтты болсын айтамын жеңеше. Мен немере жеңешелерім жаңағы екеуі де. Соның арты өкшесін басып отырған мен барса, бір-екі айлас кішілігім бар. Алды жалпы той барыңызға жұмысты болсын, жастар үшін жастар бақытты болсын, тек жақсылық тілейміз. Мәке, рахмет. Жеңгем деп желпілдеп тұрсыз, аналарыңызда екен, орындар жоғалмасын. Бірақ жеңгелеріңіздің түрі кемпірлерге ұқсап кетіп Әбдімана бабамыз Астанадан ат басын бұрып келген, самолетта отырмай тұрып келген, осында қарындасы мен күйеу баласы бар екен біліп келген, қараңыздар шаршап тұрса да мұңаймай күліп келген, ақыл-аяғын алға иыққа іліп келген, темір үшін жүрегін тіліп келген, мына тұрған арыстай азамат құдаларыңыздың Гауһар жеңгеміздің бауыры інісі. Келіңіз аға. Сізді сөйлетпесем азаматым әдірім қасын. Ассалаумағалейкум көпшілік. Сіздер енді бүгін тойға келіп құдаларды бірінші рет көріп отқан шығарсыздар, бірақ біз кешелер осы құдалармен көрісіп бауырымдай болып, ағамдай болып бара жатыр. Мына құдашалармен құдалармен танысып, міне өте қуаныштымын. Енді бүгін шыны керек Темірхан мен Гауһар осы көпті жинап, үлкен кісілердің батасын алып, ізгі ниетпен шығарып салсақ деген оймен осынша кісіні жинап, шынын айтқанда Гауһар мен Темірхан той жасайтын болса, осындай залдың үшеуіне сыймауы мүмкін шақыра берсе. Бірақ енді заманға байланысты, кішкене мынау коронавирусқа байланысты кішкене қысқартылған түрі ғой деп ойлаймын. Неге десеңіз, ең жақын, ең бауыр өзім деген кісілерді ғана шақырып, осы батасын алып жатыр. Қанша дегенмен бұндай отырыс жасау, той жасау бір күнде болатын нәрсе емес. Ол сіздің еңбектерің неше жылдан бері істеп, балаларға, оның бәсіндерінің әрекеттерінің, осы туған туысқандарының, әкелерінің, құдағайларының батасының арқасы деп ойлаймын. Сондықтан еңбектерін жана берсін. Құдай қаласа мына қарындасымыз күйеу бала қол ұстасып аққудай болып ұшып жатыр. Құдай қаласа осы өмірде жанында тек жақсылық көрсін, өссін, өнсін. Осы ата-анасына деген ізгі ниетпен екі жаққа бірдей теңдік болсын деймін. Рахмет. Аға, рахмет, тілегіңіз қабыл болсын. Шіркін, нағашылық тізгінді ұстап тұрсыз, бабалар тұрған биік тұста тұрсыз. Қимақас, жазық маңдай, сұңғыла бойға көз тастасам, 10 рет атса да өлмейтін Юсуп Мероғлыға ұқсап тұрсыз деп қойыңызшы. Болды ма? Көңілдеріңіз толды ма? Әдем болып жинақталып тұрып бір естелік ретінде фотоға түсейік. Көздеріңізден, жүздеріңізден көрініп тұр ар ниетпен келгендеріңізді. Қазір айтамын мен асықпаңыздар. Анама болсам, жүрегі болсам, жүрегі әрқашан да сені өзімді сағынам, басымнан бағылам, әдем болып жинақталып. Рахмет. Мына фотограф інім сыбырлап жүр қонақтарға. Томпақтар артына, худайлар алына тұрсын дейді. Сонда бәрі сият дейді. Мәге отырмаңыз. Жеңгелердің жанында. Рахмет. Сізге бар ма? Бар болса Гауһар жәрдемдетпей беріп кетіңіздер. Ал музыкалық қошеметпен. Ал Гауһар бәрімрақ қойып үйге барғасын. Одан да прямой. Тойдан тобықтай жалпы нағашылардың бәріне туыс үйден құр шықпа деп сый-сияпат тапсырылып жатыр.
Рахмет. Ал енді орын төбейік, тізе бүгейік, жайғасайық. Жайғасамыз. Нағашылар рахмет. Тапқан таянғандарымыз тойға бұйырсын, қалғаны Темірханға бұйырсын. Жайғасамыз, жайғасамыз. Анаңның ақсұт үшін нағашыңды сыйла, балаңның бақыт үшін жан-жағын сыйла деген осы міне. Ардақты ағайын, кезектегі өнер иесі осы алып шаһардың топырағын басып шалғынына аунап өскен өздеріңіздің ерке ұлдарыңыз, ерке бұлан ұлдарыңыз бүгінгі тойымызға арнайы келіп отыр. Кезектегі әнімен қазақтың қара көз қолыншағы ерке бұлан ұлдарыңызды ортаға шақырам, әсем ән тыңдаңыздар. Уалихан аға, билеген парыңызбен келіңізші. Келіңіз, Құдашан ала келіңіз. Құдашан, бой көрсетіп билеп шығамыз, келіңіздер. Соң Құда бала, сіз де келіңіз, билеген парыңызбен. Келіңіз, алаңызбен. Билеп шығамыз.
Менің Темірхан ағам, Гаухар жеңгем екеуі Алматыдағы ең қымбат дүкеннің жартысын көтеріп беріпті приз қылып. Соның дәлелі ретінде мынау арнайы Уәлихан ағама бокал 100-ге дейін тақал. Ең қары ата болып атал. 100-ден кейін жоқ қой амал. Мынау сізбен кішкене танысайық. Мен жаңылыспасам жаңа құдалардың составында келдіңіз. Есіміңіз? Алмагүл. Алмагүл. Кім боласыз біздің ағама құдаға? Құдамын Халелдің ағасы боламын. Үлкен құдаларымыздың ағасының баласы боламын. Немереміз? Қыдыр атаның ағасының баласысыз. Қадыр атаның. Мынау сізге қонақ қалдыңыз бізге. Жасыңыз жетсін 100-ге. Осы күнге жете беріңіз сізде. Қадамыңыз әже басқан біз секілді. Құдаларды кім құрметтейді мына тұрған біз секілді. Сұлулығыңызды айтар болсам, ұйықтап жатып көретін түс секілді. Тұрысыңызды айтар болсам, ертең бір күн ұзатылатын қыз секілді. Мынау сізге алыңыз. Құданың қолынан алыңыз. Енді орындарыңызға барыңыз. Рахмет. Құда бала, сіз келіңізші, күйеу баланың ағасы, сіз де керемет биледіңіз. Кіммен биледіңіз? Келіңіз. Келіңіз, сіз де марапатталасыз. Сіз де марапатталасыз бүгінгі тойдан. Бүгінгі тойдан марапатталасыз. Келе алыңыз, билеп шығамыз, билейтін қойыңыз. Ардақты ағай, күйеу балдарыңыз бір әке бір шешеден 3 ұл екен, қыз жоқ. Үшеуі де ұл. Үлкен ұл үйленген, кенже ұл сіздердің күйеу балдарыңыз. Мына тұрған жігіт, сол күйеу баланың бел ағасы, ортаншы ағасы бойдақ. Жүрген жері ойдақ. Жүрген шығар сізден үйленуді ойлап. Өтейік сіздің де тойыңызды тойлап. Болып жүргенше бойдақ. Аталарымыз айтып жүріп одан да ауылға барып қойбақ. Мың қыздың арманы, бір қыздың жан-жары болам деп жүрген күйеу балдарыңыздың ағасының есімі Ерман. Дауысы өктемдеп шығып жатыр, бойдақсында, иә? Қасығы түсейін деп жатыр. Саған бір коробка посуда. Мынау арнайы, мына керемет, анау мынау емес. Мынау сізге. Есіміңіз? Марджина. Кім? Марджина. Қысқасы осы кісі, сол кісі. Мынау құрастырып алып, Құдай қаласа, Қарағандыдан пойызбен келсеңіз, самолетпен кетесеңіз. Бір қол соғып қошеметті қойыңыз.